Бердібек Соқпақбаев. Повесть пен әңгіме. Аяжан. Жолаушы сиыр, ақылды күшік. Алматы мен Ен ауданының арасына қатынайтын кешкі автобус Жамбыл колхозына келіп тоқтады. Үлкен қызыл бүйір автобус болатын. Аялдама үйшігінің саясында оның келуін тосып тұрған 3-4 әйел, бала шаға бар еді. Буыншақ түйіншектерін көтеріп, олар автобустың артқы есігіне қарбаласып міне бастады. Ал алдыңғы есіктен жасы 7-8 шамасындағы бір қыз түсті. Бұл Аяжан еді. Әлде қандай қамқор, күтімшіл жанның Аяжанды бұл сапарға құнттап, майпаздап шығарып салғаны көрініп тұр. Киімдері таптаза, ықшам. Бұршақ суретті көкшіл сарафанның сыртынан желбеген киген қызыл жемпірі мына ыстық күнде оны пысынататын түрі бар. Маңдайы шұп-шұбар болып тершіп кетіпті. Өз бойына үлкендеу ап-ауыр қара чемоданы мықшия көтерген бойда Аяжан тас жолдың шетіне шығып тұрды. Кондуктор әйел есіктен басын соғып, баратын үйіңді анау балалардың бірінен сұрап ал қош бол деді. Қош болыңыз. Автобус есіктерін шиқ еткізіп жауып алды да түтінін пырс-пырс етіп атып кете барды. Бұл мал өрістен қайта бастаған кешкі мезгіл. Тұп-тура Аяжанды бетке алып, бір қора сиыр шұбырып келеді. Бұрын мұндайды көрмеген Аяжан әлгілерден сескеніп, сасайын деді. Япыр-ай, неге ешкім қарсы алмады? Мамам телеграмма беріп хабарлаймын деп еді ғой. Бұлар қайда жүр? Деген ой Аяжанның басында үрейлі сезіммен араласып, құйын болып ұйтқыды. Төңірегіне жалтақ-жалтақ қарағанмен, Сарбай атасының үйіндегілерден ешкімнің де танысы қарасы көрінбеді. Бұл кезде шұбырған сиырдың алды Аяжанның дөңгейіне келіп те қалған. Кітаптан, суреттен көргендей емес, кинодан қарағандай емес. Ойпыр-ай, түстері мұндай суық болар ма еді? Мүйіздері арбиып, көздері бақырайып, өздері тіпті қорқыныштақ. Аяжанды жатсынғандай кейіппен сиырлар жалпақ мойындарын бұра қарап қояды. Аяжан қаптаған қалың сиырдың ортасында қалды. Не істерін білмей тұр. Мамасы келесі жексенбіде өзім алып барайын дегенде көнбеген өзі. Өр мінезі ұстап, өзімде бара алам, жолдың тап үстінде автобус тоқтайтын жердегі атамның үйін таба алмаймын ба? Таба аламын, жұрттан сұрап алам, деп құлшынған. Сонысының ағаттық болған Аяжан енді түсініп, өкініп тұр. Бір жақсы сиыр айдаған 2 бала осы кезде Аяжанның дәл қасына келіп қалған еді. Әй, балалар, Сарбай ұстаның үйін білесіңдер ме? Деді Аяжан. Омырауы аңқиған кеуделеу жалаң аяқ бала қалт тоқтай қалды. Білеміз, оның қасындағы су жаңа шибарқыт костюм киген, велосипед жетелеген қуқыл өңді фуражкалы бала. Сарбайдың үйі анау арғы көшеде, деді. Аяжан жалына сөйледі. Мені сол үйге ертіп апарыңдаршы. Керек болса, өзің бар, деп велосипед жетелеген бала жайына жүре берді. Мен сиырлардан қорқып тұрмын. Осы кезде Аяжанның дәл артқы тұсынан пыс-пыс еткен жат сыбыс естілді. Ол артына бұрылып қарай беріп бақырып жіберді. Арбиған 2 мүйіз желкесіне тақалып қалған екен. Аяжан еліктей шошына ырғып, жалаң аяқ баланы барып құшақтай алды. Отты көздері бақырайып, уыз жүзі дір-дір етіп, қуарып кетіпті. Жалаң аяқ бала, сүзбейді ол, қорықпа, деді Аяжанға. Әлгі фуражкалы бала Аяжанның бұл қылығына күлемін деп, түкірігіне шашалып, қиқылдап шиқылдады да қалды. Аяжанды шошытқан қызыл сиыр бұл кезде оның орнында қалған чемоданын ұзын қызыл тілін сүйреңдетіп жалай бастаған еді.
Өйткені чемоданнан бұрқырап алма иісі білініп тұр. Ой оңбаған, қусасық деп жалаңаяқ бала қолындағы таяғымен сиырдың жіберіп ұрды. Баланың періп жібергендігі ме, жоқ әлде ыңғайы солай болды ма? Таяқ сиырдың қақ маңдайынан қадала тиді де анадай жерге ұшып кетті. Сыбағасын алған қусасық жалт бұрылып, шеңбірек атқан ауыр тоқ қарны зырк-зырк етіп қаша жөнелді. «Ә бәлем, сол керек саған», деп Аяжан іштей сүйсініп қалды. Жалаңаяқ бала оған қызыл сиырдан табанда өш алып бергендей болды. «Майлы аяқ, әкел таяқты». Жалаңаяқ баланың соңына ерген ала күшігі бар еді. Қармап тәрізденген қайқи құйрығын бұлғаңдатып, едірейе қарап тұрған иесіне ол екі еткізбей тура жүгіріп барды да сиырдың басына түйіп, ұшып кеткен таяқты тістеп алып келді. Мына күшіктің ақылдысын қарай көр, деген оймен Аяжан жалаңаяқ баламен майлыаяққа кезекпе-кезек қарады. Жалғасы бар.